Миссия Шанат, welcome to my channel. Сіздермен бүгін осы Topstars кітабы workbook бойынша жұмыс жасаймыз. Бұл бізде 7-ші бөлімнің 1-ші, 2-ші сабақтары болады. Енді бұл бізде 83, 84, 85, 86 беттерді қамтиды екен. Ал енді сабаққа кетейік, өтейік. Бұл бізде buildings бөлімі, яғни buildings бөлімі дегеніміз бұл бізде ғимараттар деп аталады екен. My house, менің үйім, my room, менің бөлмем, and objects және де заттар деп жатыр екен, осы бөлмедегі. Exercise number 1, мұқият қараңыздар. Look and write, қара және де жаз дейді. Мысалға, мыналарды біз аударып қазір өтейік, жаңа сөздер екен. Бұл біздегі бірінші сабақтың. Rug, бұл бізде кілемше. Wardrobe, бұл бізде гардероб, немесе киім салатын шкаф. TV, теледидар. Lamp, бұл бізде лампа немесе шам деп айтамыз. Енді қараңыздар, мына жерге бұл тапсырмада осылай жазып шығуымыз керек екен. Мысалға, бұл бізде лампа. Бұл шам, бізде. Лампа, lamp деп жазылған. Міне қарасаңыздар. Енді мынау бізде не бұл? Бұл бізде гардероб, киім салғыш, Ол бізде wardrobe болады, wardrobe. Енді осы сөзді мына жерге жазамыз. Wardrobe. Келесі ол бізде, бұл кілемше, кішкентай. Бұл бізде rug. Енді осы сөзді мына жерге жазамыз. Келесі, соңғысы ол бізде теледидар. Ол бізде қалай болады? Мынау TV болады. Осылай TV деп жазамыз. Ал енді exercise number 2, екінші тапсырмаға өтейік. Listen and number, яғни тыңдап, номерле деп жатыр. Мен сіздерге міне транскриптін қойып қойдым, оқылуын. Енді осы бойынша біз қазір оқып жұмыс жасайтын боламыз. Қараңыз. Біріншісі, яғни номерлеуіміз керек. Бірінші номерді табуымыз керек. Where is the dog? Ит қайда? Ит қайда? Қай суретте? It's there. It's here. Ол мұнда. Under the sofa. Яғни диванның астында. Қайсы сурет? Бірінші номерлейміз ит туралы. Dog міне. Мынау бізде диван, диванның астында. Мына жерге бір деген номерді санды қоямыз. Екіншісін қараңыздар. Where is the lamp? Лампа қайда? Мына суретте лампа тұр екен. Астын. It's there. Ол анда деп жатыр. On the desk. Яғни неде дейді? Үстелдің, партаның үстінде дейді. Міне, desk, міне парта деп айтамыз, партаның үстінде, екінші деп қоямыз. Үшіншісі, міне қараңыздар, where is the pencil? Яғни қарандаш қайда деп жатыр? It's in the bag. It's in the bag. Яғни сөмкеде деп жатыр екен, ол сөмкеде. Мына жерде, міне қарандаш, міне сөмке. Сөмке. Яғни үш дегенді қоямыз. Бұл бізде бірінші сабағымыздың бірінші екінші тапсырмасы, енді үшінші тапсырмасына өтейік. Exercise number 3. Енді бізге не деп жатыр екен? Read, look and write дейді. Оқы, қара және де жаз деп жатыр екен. Қараңыздар, бұл біздерде демеулік еді. On дегеніміз қандай еді? Үстінде деп. In дегеніміз ол бізде ішінде деп аударамыз. Ішінде. Бұлай стрелка қойып қояйық. Under деген сол бізде астында, бір нәрсенің астында дегенді көрсететін болсақ, Енді қараңыздар. On, in, under. Енді қараңыздар, оқиықта тапсырманы жасап, осы үш демеуліктерді мына жерлерге қоятын боламыз. Тура осылай жазып, мысалға. Where is? Мынау бізде балалар, қараңыздар. Where деп тұр. Where is? Бұның қысқартылып тұр. Ол бізде негізінде мынандай болады. Where is, ұмытпаңыздар. Where is қысқашада where is болып кетеді осылай. Where is бұл бізде қалай деген сөз, қайда деген сөз. Қайда деп аударылады. Қайда. Енді сұрақ белгісін көріп тұрған шығарсыздар мынау, Қайда. Where is the cat? Мысық қайда? Яғни қай жерде деп айтуымыз керек. Мысық қай жерде екен? Міне қараңыз, мысық мынау кілемшенің үстінде. Rug дегеніміз кілемше. Енді on деп, міне үстінде дегеніміз, ол бізде on, осылай on деп жазылды. Енді екіншісін талдап көрейік. Where is the book? Book дегеніміз кітап, міне кітапты көріп тұрсыздар, ол ненің ішінде тұр? Сөмке. The bag, сөмке деп қойыпты. Енді сөмкенің ішінде тұр дегенде, ішінде дегеніміз қайсы еді? Мынау. In. Енді осыны жазамыз. Бұл сөйлемнің басы болғандықтан үлкен I әрпі жазамыз. Міне былай рим цифр сияқты, I. In. Міне. In the bag, яғни сөмкенің ішінде. Мына үшіншісін қараңыздар, бұл бізде гардероб, киім салғыш. Where is the dog? Ит қайда дейді, міне ит ненің астында тұр екен? Гардеробтың астында тұр. Астында дегеніміз қайсы? Мынау under дегеніміз. Енді under деген сөзді үлкен әріппен жазамыз. Міне. Үлкен әріп болсын.
иә, under. Міне under деп жаздық. Енді төртіншісіне қараңыздар. Бұл бізде қараңыз. Ит ненің астында екен? Гардеробтың астында тұр екен, иә, міне. Төртіншісін қараңыздар. Where is the lamp? Яғни лампа қайда деп тұр екен? Лампа мынау бізде не екен? Table, үстел, иә. Ал үстелдің үстінде тұрған жоқ па, иә, лампа? Яғни үстінде деген табамыз. The table, мына стол, үстел үстінде деген қайсысы? Иә, мынау on деген демеулік. Осы on деген демеулікті мына жерге жазамыз үлкен әріппен. On the table. Менің үстінде, үстелдің үстінде тұр. Иә, үстелдің үстінде. Exercise number 4. Қараңыздар. Look, мынаны жақындатып қояйын. Look and read. Яғни қара және де оқы деп жатыр екен. Put a tick, яғни құстұмсық белгісі, or an cross in the box. Немесе мынандай крестик белгісін қой деп жатыр екен. Осы мынау қорапша дейді ғой, мына жерлерге белгілеуіміз керек екен осы жерлерге. Енді қараңыздар, оқимыз. Мына сурет бойынша дұрыс жазылған ба сөйлемдер, иә, сәйкес келеді ма? Тура осы суретті дұрыс бейнелеп жатса, біз құстұмсық белгісін қоямыз. Егер қате айтып жатса, біз крестикті қоямыз. The apple is on the table. Яғни алма үстелдің үстінде. Мына үстел, оның үстінде алма тұр. Я, дұрыс қой. Міне, яғни біз нені қоямыз? Тик деген құстұмсық белгісін дұрыс деп қоямыз. Екіншісін қараңыздар. The book is on the sofa. Яғни кітап дейді. Міне, кітап. Міне, кітап астында тұр, я, диванның. Sofa деген диван, book дегеніміз кітап. Бізге айтады, on деген үстінде. Кітап диванның үстінде тұр. Қате ғой, ол бізде суретте қай жерде тұр? Астында тұр. Сол себепті крестик белгісін қоямыз. Үшіншісіне қараңыздар. The lamp is in the box. Яғни лампа ненің қораптың ішінде, яғни ішінде тұр. Ішінде тұр ғой қораптың. Дұрыс қой. Сол себепті мына құстұмсық белгісін қоямыз. Төртіншісін қараңыздар. The TV is under the bookcase. The TV is under the bookcase. Яғни теледидар кітап сөресінің астында тұр дейді. Қараңыздар, кітап сөресі, теледидар кітап сөресінің астында тұр дейді. Ол кезде астында болғанда мына жерде тұру керек еді, иә, дұрыс па? Ол бізде ол үстінде тұр, сол себепті бұл бізде қателік, иә. Крестик деген крестик белгісін қоямыз. Жалпылама түсінікті болды деп ойлаймын. Сабағым ұнаса арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жаңағыдай екінші сабаққа келдік. Lesson 2. Қараңыздар. Бұл жерде exercise number 1. Қараңыздар, look and match. Яғни қара және де сәйкестендір дейді. Бұл жерде қарасаңыздар, суреттер тұр, иә, міне A, B, C, D, E. 5 сурет тұр екен, және де 5 бөлмелер тұр екен бізде. Қанекей бір қайталап жіберейік, қандай бөлмелер бар еді. Bedroom дегеніміз бұл бізде жатын бөлме. Bathroom, жуынатын бөлме. Living room, жаңағыдай қонақ бөлмесі. Garden, жаңағыдай аула, бақша. Kitchen дегеніміз ол бізде ас бөлмесі еді, иә. Енді осы суреттерді не істеуіміз керек екен? Осы жерлерге қоямыз. Мысалға, әріптерді, иә, мысалға, осы жерге әріптердегі суреттерді қойып шығамыз. Мысалға, қараңыз. Біріншісі bedroom, бұл бізде жатын бөлме. Қай суретте жатын бөлмені көріп тұрмыз? Иә, міне, көрдіңіздер ғой, мынау бізде жатын бөлме bedroom. Сол себепті мына D деген әріпті мына жерге жаздық, міне. Енді екіншісі бұл бізде bathroom. Бұл бізде bath, яғни bathroom, жуынатын бөлме. Қай жерде жуынатын бөлме көріп тұрмыз? Иә, мынау бізде мына бөлмеде көріп тұрмыз. Дұрыс қой, иә? Бұл бізде E әріпі, яғни E деп мына жерге жазамыз. Үшіншісі living room. Бұл бізде қонақ бөлмесі. Қай бөлмеде қонақ бөлмесі? Дивандар тұр. Міне мынау бізде A әріпі, яғни мына жерге A деп жазамыз. Garden, бақша. Қай суретте бақша көріп тұрмыз? Иә, міне. Бақша мына жерде тұр ғой. Дұрыс па? Мына стрелкаларды сызбайсыздар сіздер. Мен жай ғана сіздерге көрсетіп жазып жатырмын. Әріптер жазасыздар. Жаңағыдай garden C әріпі екен, міне C. Kitchen бұл ас бөлмесі, міне. Мынау, иә, ас бөлмесі. Мынау бізде B әріпі екен. Сол себепті B әріпін бұлай жазамыз. Енді қараңыздар, мына осы жерде exercise number 2-ға келдік. Read, look and write. Оқы, қара және де жаз дейді. Мынаны видеоны тоқтатып қойыңыздар да, иә, сіздерге бір екеуміздің, иә, сізбен менің арамда бір тапсырма болсын, осыны тоқтатып қойып, жаңағыдай осы демеуліктер next to жанында, behind артында, between арасында, иә, мына жердегі суреттер тұр, міне әрқайсының тұсында. Енді осыны біз қай жерде тұр, дұрыс демеулікті қойымыз керек, тоқтатып қойыңыздар да, осы дұрыс демеулікті тез комментарийға жазып кетіңіздер. Мен тексеремін, міндетті түрде тексеретін боламын, иә. Енді қараңыздар.
сіздердің түсінгендеріңізді түсінбегендеріңізді білу үшін, біріншісін қараңыздаршы. Next to дегенді жаңағыдай демеуліктерді аударып жіберейік. Next to жанында, behind артында, between ортасында, арасында, Енді қараңыздар, біріншісі there is an egg, яғни жұмыртқа бар дейді. Жұмыртқа бар. The chicken and the milk. Жаңағыдай не дейді бізде? Тауық еті және де сүт. Тауық еті және де сүт, және де жұмыртқа. Міне тауық еті мына жерде, сүт мына жерде, ал жұмыртқа міне ортасында, белгілі болып тұрғандай, ортасында дегеніміз ол бізде қайсы екен? Between. Осы сөзді мына жерге жазамыз. Between. Яғни ол не деген сөз? Жұмыртқа тауық пен сүттің ортасында бар деген сөз. Ортасында бар. Енді екінші суретке қараңыздар. There are two balls. Яғни екі доп бар. The wardrobe. Гардероб деп қойыпты. Екі допты міне көріп тұрмыз. Міне бір екі доп. Мынау гардероб. Ол артында тұр. Көріп тұрсыңдар ғой. Артында деген қайсы еді? Дұрыс. Behind. Енді осы сөзді мына жерге жазамыз. Behind. Яғни гардеробтың артында екі доп бар деген сөз. Үшіншісі there is a bag. Яғни сөмке бар. The chair. Яғни орындық. Орындық және де сөмке бар депті. Қараңыз, орындық. Орындықтың жанында сөмке бар. Жанында деген қайсы еді? Дұрыс. Next to. There is a bag дейміз. Next to. There is a bag next to the chair. Яғни сөмкенің орындықтың жанында сөмке бар деген сөзіміз түсінікті болды деп ойлаймын. Енді келесі үшінші тапсырмаға келді. Қараңыздар. Look and write. Қара және де жаз дейді. This, that, these, those. Яғни бұлар бізде нелер еді? Қандай сілтеу есімдіктері? Дұрыс па? Есімдіктері. Міне, қараңыздар, бұл бізде сілтеу есімдіктері. Сіздерге осы жаңағыдай сілтеу есімдіктерін ұмытып кеткен болсаңыздар, жаңағыдай осы астына ссылка қалдырып кетемін, описание бөлімінде, сол жерден көрсеңіздер болады, немесе жоғарыға қалдырып кетемін. Сілтеу есімдіктер жайлы арнайы сабақ түсіргенмін. Енді қараңыздар, this дегеніміз бұл бізде затымыз біреу болғанда, яғни мынау деп аударамыз. Мынау деп айтамыз. This. Ал енді затымыз жақын маңда тұр. Қасымызда тұр, мынау деп көрсетеміз. Енді тура осыны мыналар көп затты көрсеткенімізде қайсыны қолданамыз? Міне, мыналар деп, міне, these деп қолданамыз. Мыналар. Енді мынау затымыз бұл бізде жақын. Енді мынау that дегеніміз бұл бізде анау затымыз ұзақта, анау деп айтамыз. Бұл бір затқа айтылады, бір зат. Затымыз біреу болса. Енді аналар деп қалай? Көп затқа, ұзақта тұрған затқа аналар деп айтамыз, Көп зат, екі немесе одан да көп, Зат дейікші, түсінікті болсын. Яғни затымыз бізде қай жақта тұр екен? Ұзақта тұр. Ұмытпаңыздар. Мынау this дегеніміз бұл бізде мынау. This ол бізде мыналар. Затымыз екеуі қасымызда тұр, Енді қараңыздар, тапсырманы жасайық. Міне, стрелканы көрсеңіздер, қолды жақында тұр, диван қасында тұр. Бір диванымыз біреу. Сол себепті бір затқа нені қойдық? This-ті қойдық. Міне, what's this? Бұл не? It's a sofa. Ол диван. Міне, диванды көріп тұрмыз ғой. Дұрыс қой. Екіншісін қараңыз, бұл да жақын, бірақ екі зат көпше түрде. Қайсы еді? Мынау these дегенді қолданамыз. Сонда what are these? Мыналар не деп жатыр, They are sofas. Олар дивандар. Енді қараңыз, зат қайда тұр? Ұзақта. Алыстады ғой, дұрыс па? Арасы ашық, алшақ, арасы ұзақтау. Анау деген сөзді қойымыз керек. Сонда қалай болады екен? What's қайсы еді? Бір затқа. That. Анау. What's that? Анау не? Көрсетіп тұрмыз. Анау не? Енді it's a lamp. Ол не дейді? Лампа. Шам дейді. Енді затымыз екеу ұзақта тұр. Қалай болады? What are, міне those. What are those дегенді жазуымыз керек екен бұл жерге. Қараңыздар. Those. Жазылды ма? Түсінбей қалмаңыздар. Those. Мына. Мынаны тиға түсінбей қалсаңыздар.
Those деген осы жерге мына жерге жазасыздар. What are those? They are lamps. Аналар не деп жатыр, иә? Аналар нелер? Яғни олар лампалар деп жатыр. Exercise number 4, яғни бұл бізде екінші сабақтың, осы екінші сабақтың соңғы тапсырмасы. Read, look and write. Оқы, қара және де жаз деп жатыр екен. Қараңыз. My mom is дейді. Менің анам is дегеніміз бұл бізде to be етістігі. Ja, ұмытпаңыздар, бұл бізде to be етістігі астына ссылка қалдырып қоямын, көрсеңіздер болады. Негізінде бұл жайлы емес негізінде. Бұл бізге қажет етпейді қазірше. Енді қараңыздар, 4 түрлі бөлме бар екен бізде. Жазып алайық. Бұл бізде не қандай бөлме? Міне мама, я, мынау бізде мам, бұл бізде мам, анашым деген сөз, я. Мам қай бөлмеде тұр? Living roomда тұр. Бұл бізде қонақ бөлмесі. Қонақ бөлмесі деген сөз. Дұрыс қой? Қонақ бөлмесі. Енді мынау қандай бөлме деп ойлайсыздар? Иә, бұл бізде мысық тұр екен бұл жерде. Cat, және де бұл бізде bedroom. Bedroom көріп тұрғандарыңызда міне кровать бар жататын бөлме. Енді мынау бізде әкеміз, иә, міне қараңыздар. Dad, міне. Мынау cat еді, дұрыс қой, міне мысық мына жерде отыр. Бұл бізде не еді? Kitchen. Сонда жазамыз dad. Және де ол қай жерде екен? Kitchen, ас бөлмесінде. Енді мынау төртіншісі, бұл бізде жуынатын бөлме. Жуынатын бөлме, ол бізде қалай болады екен? Қараңыздар, мынау бізде dad ас бөлмесінде еді ғой, дұрыс па? Енді мынау brother, ол бізде жуынатын бөлмеде екен. Енді brother дегенді жазамыз. Brother. Біз ешқайдан алған жоқпыз, мына жерден алып жатырмыз. Енді жанына не дейміз? Bedroom. Bedroom емес bathroom. Яғни бұл бізде жуынатын бөлме деген сөз, дұрыс қой. Енді анықтап алдық, қайсы қай жерде екен, енді жазамыз. Мысалға, my mom is. Менің анам in the living room. Яғни менің анам қонақ бөлмесінде, міне қонақ бөлмесінде тұр. Екіншісі әкеміз, бұл бізде ас үйде тұр. My dad is in дегеніміз in the ішінде деген сөз, иә? In the kitchen деп жазамыз. Kitchen. Мынау K әріпі, иә? Шатасып қалмаңыздар. Енді the cat дейді, мысық қай бөлмеде тұр екен? Міне жатын бөлмеде тұр, кровать тұр, иә? The cat is in the, не дейміз, bedroom. Bedroom. Енді қараңыздар, my brother, ағая, жуынатын бөлмеде тұр. My brother is in the bathroom. Нүктелер өзінде тұр екен. Сонымен, сабағым ұнаса сіздерден бір пікір, лайк, комментария болсын, иә? Арнама жазып кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Колокольчик дейді ғой, қоңырау белгісін басып қойыңыздар, келесі сабақтарым шығып отқаны туралы хабардар болып отырасыздар. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Келесі жолы мен осы 3-4 сабақтарды салатын боламын. Activity book бойынша, workbook бойынша. Our lesson is over. Goodbye.